Бізде 2 бөлмелі 83 квадрат бизнес-класс ЖК Альтаир. Бүкіл мебелін, пердесін барлығын жасап қойдық қыздар. Сместитель золото. Полностью мебельдің барын кнопочный қылып жасаттық. Барлық техникаларымыздың барлығын жақсысын оригиналын аламыз. Бүкіл посудаңызды детально бүкіл жерге сыйдыра аласыздар. Рахаттанып тестаңызды былай жаясыз ғой енді. Байқасаңыздар, кухняның өзі өте кең. Қазір залды көрсетем и жатын бөлмені көрсетем. Біздің Шымкенттегі ең үлкен мешітке қарап, азанның даусын естіп тұрып оянасыздар ғой. 4 бала шағаңыз болса, кезек-кезек кіргізіп, жуындырып, реттей бересіздер. Осы кнопканың өзі 115 мың теңге тұрады. Бұл диванның өзі миллионның үстінде тұрады. ЖК Альтаирдың дворына шықтық. Ойнайтын алаңы өте әдемі. Барлығы балдарға ыңғайлы жасалған. Блогерлермен, әншілермен, Қазақстан эстрадасының жұлдыздарымен көрші боласыздар ғой. Енді қайсы кім екенін айтпай ақ қояйын, көшіп келген кезде білетін боласыз. Сәлем достар, бүгін рум-турдың 3-ші объектісіне келіп қалдық. Негізі 5 объект түсіруіміз керек еді, уже 2 квартирамыз сатылып кетті. Не деген бақытты шолпан. Ал енді ЖК Альтаир 83 квадрат, бизнес-класс, топовый Шымкенттің ең, енді айта алмаймын енді, ең мықты районында, ең бүкіл жері жақын орналасқан, Шымкенттің центрінде орналасқан ЖК Альтаирға обзор. Бізде мынау кіреберіс жер, кәдімгі әп-әдемі люстралар, айналар, декоративный бүкіл декорлар, тура өзім сияқты ғой, группша, бәрін жасап қояды. Мына жақта коляскалар, машинкалар, балалардың ойыншықтары барлығы орын-орында тұр. Былай қарай бізде әдемі лифт, 2 лифт бар, бұл 16 этаждан тұрады. Вот қараңыздар, 16 этаждық үй, 2 лифті бар, әдемі айнасы бар. Ал кеттік пәтерге шолу. Ал достар, пәтердің алдына келіп тұрық. Бізде 2 бөлмелі 83 квадрат бизнес-класс ЖК Альтаир. Енді қараңыздар, рахат қой, кілтті сақыр-сұқыр, қақыр-құқыр етіп алып жүрмейсіздер. Келесті, мына код та баспайсыз, отпечатка. Қолыңызды қоясыз. Есігің ашылды. Түнде анамен бала шағам түнде кеш келеді, ұйқыңды бұзбайды ғой, отпечаткамен кіріп кете береді. Есікті ашып жап деп жүрмейсің. Ал жаным ЖК Альтаир. Ал достар, ЖК Альтаирға обзорымызды толықтай бастайық. Давайте мен кіреберістен бастайын. Мына жерде қыздар, мен есіктің аузынан бастағым кеп тұр. Өте әдемі вид беріп тұрған біздің әдемі сосулкаларымыз. Обязательно декорды жақсы көрем ғой. Осындай сосулкаларымыз и осы жерден жаңағы өшіріп, барлығын қолданып, мына айнамыздың айналасына дейін айна қойдырдым. Негізі қыздар, бұл детально бір кішігірім нәрсе болып көрінуі мүмкін, но бұның барлығы ақша қыздар. Әр цветтеріміз, әр тректеріміз, әр қайсысы бөлек қосылып жанып жатыр. Күште, керемете. Мына жерге сіз келдіңіз, машинаңыздың кілтін, заттарыңызды, андай-мұндайларыңызды қоясыздар. Мына жерге кіріп, аяқ киімді шешіп, барлық жерде мен барлық ыңғайлылықты орналастырып кетем. Аяқ киіміңізді шештіңіз, аяқ киіміңізді алдыңыз, алып шкафыңызға саласыз. Заттардың бәрін шкафқа салдық, аяқ киімдерді астына қойдық, киімді іліп қойдық. Енді қараңыздар, осы үйде мына шифонерді мына бетке қоюға болар еді, ал мен мынау барлық счетчиктің барлығы, Wi-Fi, интернетінің мына жердегінің барлығы көрінбей кетсін деп осы шкаптың ішіне салып жібердім. Сіздер де осылай салып жіберіңіздер. Мына жақта тура солай, киімдер, астында аяқ киімдер, заттарыңызды қоя бересіздер. Енді бұл үйде ешкім тұрмағандықтан продажада тұр. Сатып алам десеңіздер, до конца көресіздер и бүкіл детальдарын барлығын айтып беретін болам. Сосын қыздар, ең үлкен керемет кеңес, үйлеріңізге ремонт жасаған кезде осы мебельді, мына жерге айнаны, мына жерге шкафты қоя салуға болады. Көп адамдар осылай жасайды. Ал мен бүкіл мебельмен былай қарай, мына стенаны да мебельге қосып, мынаны да мебельге қосып, потолок, мына биіктіктің барлығын мебельмен және есіктің айналасын откосқа дейін мебель жасаттым. Бұл кірген кезде бала шағаңыз обязательно мынаны қолмен ұстайды, кір болады. Ал мына жерде краска болса, краскаларыңыз түсіп қалатын болады.
үйге зат кіргізеді, неше түрлі мебельдер кіреді, продукты кіреді, бүкіл заттың барлығы мерге тиеді. Сондықтан жуып тазалап алғанға міндетті түрде осындай откосный доборкалар жасаңыздар. Бұл мебельмен бірге мен қосып сочетание қылып жасап жердім, вообще байқалып та тұрған жоқ негізі, но бірақ үлкен бір керемет фишка. Ал давайте мына жерде әдемі мебельді де бір осы 4 есікпен қалдырған жоқпын. Мына жаққа сувенирлер, гүлдер, вазалар и әдемі жаңағы Луи Виттон, Прададағы сумкаларыңызды әдемілеп чук деп сап қоясыздар ғой. И еще әдем болып үйіңізге үйлесімділікпен әдемілік беріп тұрады. Бұл үйдің аты Сарымай. Қазір менің Сарымай кухняма кіресіздер. Давайте. Достар, біздің Сарымай кухнямызға қош келдіңіздер. Айтпақшы, есікті айтпақпын ғой мен. Мына есікші қыздар Россиядан тапсырыспен, заказбен прям күштілеп тұрып алдым. Барлықтарыңыз осы есікті сұрайсыздар. Есікті алу үшін жаңағы менің осы төмендегі номеріме хабарласасыздар, немесе база деп дайректке инстаграмға жазыласыздар. Инстаграмға да тіркеліп алыңыздар, достар. Бұл есік өте әдемі, шоколадный, бронзовый, богатый, до потолка жасатып, реттеп қойдық. Енді біздің кухняға, ас бөлмемізге. Ас бөлмемізде вот Сарымай дегендей барлық цвет, ванильный, сүттес, бүкіл Сарымайға жақын әдемі бежевый цветке, білмеймін, қатты ұнады, өзіме ұнаған нәрсені істеймін. Прям дизайнерский бір нәрселерді вообще жасап кетпеймін. Өте қатты ұнап тұр. Байқасаңыздар, холодильнигіме дейін бежевый. Вот бүкіл үйдің бытовойын, бүкіл мебелін, пердесін, барлығын жасап қойдық, қыздар. Әлі қоспадық, новый, өзінің егесін күтіп тұр. Ертерек қосып, тамағыңызды істеп жасаңыздар, алла қаласа. Вот, қараңыздар. До того сместительными шейін Сарымай ғой. Сместитель, золото, бежевый цвет, островок, полностью мебельдің барын кнопочный қылып жасаттық. Төбесінде міне жерден посудаңызды жуасыз, аласыз, посудаңызды саласыз. Сосын қыздар, мына жерде алдын ала қалдырып кеткен нәрселер бар. Мына полностью сместительдің астында мойканы қойдық, фильтріңізге барлығына арнайы розеткалар қалдырып кеттік. Енді қараңыздар, көп адам бүйтеді. Мойканың астына немесе мына жаққа посуда мойка қойып қояды. Сіз посудаңызды аласыз, жуасыз, жумайсыз ғой енді посуда мойкаға салу үшін. Кішкене затын реттеп аласыз да, былай қарай, міне, посуда мойкаға посудаңызды тыға саласыз. Міне, полностью Хансадан алдық посуда мойканы, плиткамыз Samsung, барлық техникаларымыздың барлығын жақсын оригиналын аламыз. Посуда мойкадан затыңызды аласыз, вот не жерде тұрасыз, аласыздар, вот былай қарай бүкіл тарелкаларыңызды қоя бересіздер. Алыста емессіздер, ана жақтан әкелмейсіздер. Посудаларыңызды аласыздар, вот қасық вилкаларыңызды, вот сразу аласта чук-чук сала бересіздер. Вот қыздар, ыңғайлы ма? Тарелканы аласыз. Міне, бүкіл зат қасында тұр, аласыз, саласыз. Вот осылай ойластыру керек. Бүкіл нәрсені осылай детально жасау керек. Прям осылай жасаңыздар деп кеңес беремін. Өзіме ұнайды, өте ыңғайлы. Бұлай қарай енді кастрюль, шарапара специально дәу қылып қалдырдым. Өйткені біздің қазақта қазанымыз бар, шарамыз бар, барлығын осылай қойып кетеміз. Мынау бізде полностью тоқ шайнекке, блендерге, мына жерге бүкіл затыңызды қойып алдын ала жасатылған тоқтарымыз. Енді бұл жерде вот мына духовка өте ыңғайлы жерде. Мына микроволновка. Ой, мен қосып жібергенім қалай болды? Стоп. Вот микроволновкамыз барлығын жылытып, астына духовкамызға тамағымызды пісіріп, мына жерде мына жаңағы үлкен шараларыңызды, ыдыстарыңызды, мантаваркаларыңызды барлығын вот қараңыздар, қаншама зат кетеді. Бұл ЖК Альтаирдағы вот осы объектімде мебельдерге прям ішінде акцент өте көп. Сырты, іші байқасаңыздар цветтері бірдей. Бүкіл посудаңызды детально бүкіл жерге сыйдыра аласыздар. Көрдіңіздер ма? Былай қарай жаңағы
стакандар, вазалар, чайниктер, сервировкалар өте подсветкасымен прям жасап қойдық. Өте әдемі шықты. Қараңыздаршы. Бүкіл золото цветтің барлығы мебельдерге үйлесіп әдемі болып шығып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде бізде островок. Рахаттанып тестаңызды былай жаясыз ғой енді. Бұл жерде құда күтуге болады, қыздар. Қамырыңызды жаясыз, бауырсағыңызды істейсіз, бүкіл нәрсеңізді блендермен жұмыс жасағыңыз келе ма? Вот қараңыздар. Ал жақындаймыз. Міне, полностью шайнек, бүкіл блендерлер, қамырыңызды араластырасыз, жұмыртқаңызбен пенка істейсіз ба, пирог пісіресіз ба, самса пісіресіз ба, барлығын мына жерде қойып жасай бересіздер. Мына жерде жаңағы зарядканың шнурларын да тығуға болады. Еще білесіздер, айфонды зарядтай бересіздер. Барлығы алдын ала жасалған. Вот, әдемі, өзіме қатты ұнайды. Енді бұл островоктың астына бүкіл нәрселерді сыйғызуға болады, қыздар. Просто островок емес, астында бүкіл шкафтарын, суырмаларын барлығын қойып кетті. Қараңыздаршы. Қасық вилкаларыңыз, посудаларыңыз, тарелкаларыңыз барлығын қоясыздар. Мына жерге, мына тағы да ыдысыңыз сияды. Мына айтып жатырмын ғой, от души бүкіл нәрсеңіз сияды. Өте кең, өзіме қатты ұнайды. Енді мына жерде бізде ТВ зона бар. ТВ зонаға сразу қалдырып кеттік. Вот байқасаңыздар, бұл телевизордың артында қалып кетеді. Енді үйді алған адам өздері телевизор сатып алады, құда қаласа, барлығы интернетін, барлығын жалғап, осылай дайындап қойдық. Астына пылесосқа бір розетка қалдырдық, өте үйлесімді. Және мына жақта бізде шай ішетін жер. Берге стулья, 6 орындық сияды. Енді мына жерде жаңағы сарымай кухняда сарымайға шайды сүт қатып қоясыз да, сарымайды қоясыз там, ыстық табанан бар ғой, сонымен былайынан жағып айнаға қарап шай ішесіз ғой. Бұл жерде вот әр дастарханда отырған кезде тоже өте керемет уют создавать ететін жер. Просто нере столым болмай тұр, столды қоймаппыз сол. 2 декоративный брашкам бар, ортасында әдемі айнам бар, және мына жақтағы айнам бар. Еще мынау өте әдемі декоративный панельдермен жасаттық. Панельдерім өте ерекше қолданылып тұр. Ешқандай қолдан жасалынған жоқ. Дайын осындай панельдер бар, қыздар. Ремонт барысында осындай панельдермен үйлердің детальдарын ішін ойнасаңыздар болады. 2 подсветканы прям дуалдың ішіне кіргізіп жағып қойдық. Жағып көрсетсек те болады, қазір көрсетеміз. Енді мына пердені қараңыздаршы. Өте әдемі, цветтің өзі. Көрдіңіздер ма? Қайда бұл сочетание болып тұр. Осы үйге мына жерге қара цвет қойсам болады, гүл қойсам болады, жасыл қойсам болады, негізі бронза қойсам да болады. Просто бұл жерде асхананы осы үйді алған адам әдемі бежевый көйлегін киіп алып, әдемі демалып жүріп тамағын істеп, отбасымен бақытты болса екен деген ниетпен, үйлесімділікпен әдемілеп жасадым. Ал люстраға келетін болсақ, люстраны енді бежевый таңдамадым, кішкене колеровкамен араластырайын деп, ақ түспен золотаны арнадым. Мына жердегі стол тура осындай овальный қылып алсаңыз болады. Өйткені люстраны осылай қарай сразу центріне қойып кеттім. Осы люстраларды да центрге қою өте маңызды, қыздар. Көп жерге барсаң, столы мына жақта, люстрасы мына жақта тұрады. Осындай дүниелерді мына жерде 50 деген размерде орындық тұрады. Одан кейін 1:20 столымыз тұрады. Одан кейін жаңағы орындықтарымыз тұрады деп, мына жердегі ұзындықпен енін алдын ала өлшеп дайындап қойсаңыздар болады. Кішкентай ғана нәрсе, но бірақтан үйде өте керемет әдемі вид беріп тұрады. Осындай сарымай кухням осы. Енді давайте жатын бөлмені көрсетейін. Ең кең распашонка ғой бұл, қыздар. BI компаниясының 2 бөлмедегі 83 квадрат деген бұл распашонка деген бір-біріне вентиляция, ауа айланып тұрады деген планировкалардың бірі. Үйде өте, байқасаңыздар, кухняның өзі өте кең. Қазір залды көрсетем и жатын бөлмені көрсетем. Өте планировкалар кең. Мына коридордың өзі қандай кең, байқасаңыздар. Давайте. Есігіміз бронза, өте әдемі. Енді менің спальняларымның барлығы ұйқы ғой, білесіздер. Только байқасаңыздар, менің өзім ұйқым келіп тұрады. Өте әдемі, өте ұйықтайтын бөлме. Люстрамыз бөлек, тректеріміз бөлек. Барлығы бөлек қойылады. Өзім айтпақшы, блэкаут перделерім барлығы үйде солай жасап кетемін. Енді
бұл үйде мына жерде туалеттің столик қойдық. Тоже туалеттің столигіңіз әдемі жанады. Осы жерде тұрып, осы үйдің егесі алла қаласа боянып, сәнділеніп, әдемі болып жүреді. Бүкіл мебельдің барлығын, мына жерде айнаның барлығын светтермен, тіректермен қойып жасадық диодовый. Полностью мебельмен арасына латундар ойнаттық. Енді мынау орын, мына неге биік десеңіздер, мынау орын ТВ зонаның орны. Телевизор, мына төсекте жатқан адам телевизорын, киносын көріп, рахаттанып өмір сүреді. Ал мына жерде кішігірім суырма жасадық и ТВ зонаға резеткаларды алдын ала қойып кеттік. Мынау туалетный столик. Былай қарай бізде 1:82 диван жасаттық. Өте әдемі шықты дивандарымыз. Екі головасында комодтары бар. Комодтары да қолдан жасалынды. Байқасаңыздар, мына жерде, мына есіктің аузынан кіріп светті жақтыңыз, мына жерге төсекке жатасызда келіншегіңізге, или сіз күйеуіңізге барып светті өшір демейсіздер ғой. Міне қастарыңызда отырып алып, светті жағып, өшіріп отырасыздар. Міне рахат, ұйықтай бересіздер ары қарай. Светті өшіресіздер да ұйықтайсыздар. Еще басына телефондарыңыз зарядтасын деп резетка қойып қойдық. Ал мынау не деп салбырап тұрған, не деп ойласаңыздар, бұл кондиционердің орны, алдын ала шығарып кеттік. Ұйықтап жатқан адамның бетіне ұрмайтындай былай қарай қойдық. Кондиционер былай қарай ұрып тұрады, үйдің ішінде вентиляция өте әдемі болады. Бұл жерге кондиционерді Құда қаласа алған адам өзі қояды. Ертең үйге келіп, мына жерге кондиционердің точкасын қалмапты ғой деген әңгіме айтпау үшін, қыздар көрдіңіздер ма, ремонт жасап үй сататын кезде осындай детальдардың барлығын қойып кету керек. Келеді, кондиционерін қояды, вот резеткісі барлығы дайын. Күште? Вот, осылай. Енді ерлі зайыптылардың, давайте, шкафын көрсетейік. Бұл жерде, мына, ұзын әдемі көйлектерін, төбеге жаңа көрпе төсек, керек емес заттарын жинап, реттеп қойса болады. Екінші есік, компактный кішігірім, мына, киімдерін бүктеп қояды, және вот суырмаларын ішіне андай скрытый қылып жасаттық. Қарасаңыздар, мына іш киім, носки барлығын сала береді. Кішігірім шифонер өте әдемі шықты. Мынау перденің артында әдемі вид тұр ғой. Бәріміз қазақ болғаннан кейін мұсылманбыз ғой. Қараңыздаршы. Әдемі. Біздің Шымкенттегі ең үлкен мешітке қарап, азанның даусын естіп тұрып оянасыздар ғой. Бала шағаңыз ойнап жүрсем, вот қараңыздар, футбольный алаң бар. Ой-бой, Айсұлтан, айым, где ты деп шақырып аласыздар тамаққа шақыратын кезде. Осындай әр терезесі дворға қарап тұр, мешітке қарап тұр, және Шаяхметованың бойына қарап тұр. Бұл ЖК Альтайырдың ең керемет бір несі бар ғой. Тұрған жерасы, тұрған жері, жаңа айттым ғой, центрда орналасқан деп. Үйдің астына түссеңіз, тамақтанатын жер, кафетериялар, ресторандар, кафелер, үйіңізге қонақ келсе де астына түсіп шақыра салуға, болмаса дайын нәрселерді әкеліп дастарханыңызға қоя салуға, кездесулер барлығы астында орналасқан. Және көйлек тойға асығыс бір жерге барсаңызда, неше түрлі көйлегіңізді, кофтаңызды, бала шағаңызды киіндірем дейсіз ба? Магазин, дүкеннің барлығы осы жерде ғой. Акимат алдыңызда, парк алдыңызда, мешіт қасыңызда, остановка түбіңізде, прям топовый жерде орналасқан ғой қыздар. Ал келесі бөлмеге кеттік. Ал қыздар, енді санузылды енді бірінші есігінен бастап ғашықпын ғой. Қараңыздаршы есігін. Бұл есікті неге бұлай қойдым? Как айна ретінде, кішкене, негізі мынау стекломен өте қымбат тұрады. Полностью без стекло бағасы өте басқаша. Бұл жерде қымбат стеклодан жасаған. Есіктің өзінің заводты біледі. Енді от души бұны пока қандай составтардан екенін мен айта алмаймын. Ары қарай давайте кеттік. Есікті полностью міне ашқан кезде іші сыртымен полностью айна ғой, міне. Өзіңізді көріп, шашыңызды жөндеп те кете бересіз. Қараңыздар. Ал ішіне кірдік, споттар жанды. Байқадыңыздар ма? Споттар жанды. И вентиляция қосылды. Екінші, светті жандым, жанындағы подсветкалар жанды. Үшінші, полностью унитаздың артына да подсветка былайынан қойып кеттік.
бүкіл үйдің бәрін светін өшіріп қойып, просто сол подсветкамен былай демалып отырсаңыз да болады. Күшті ма? Туалеттің өзін күшті демалдыратын қылып істеп қойдым ғой. Вот осылай. Мына жақта енді үлкен душ. Вот қараңыздар. Мына жерде 2 адам, 3 адам бала шағаңызбен шомыла бересіз. Кезек-кезек 4 бала шағаңыз болса, кезек-кезек кіргізіп, жуындырып, реттей бересіздер. Бұл жерде де полностью бізде сантехника лемарк орналастырғанбыз. Как вот алдыңғы проекттерімдегідей, стеклоның барлығы йодовый. Менің әр айтқан сөздерімді бүйтіп тіркеп отырсаңыздар болады. Ертең заказ беретін кезде осыны қолдансаңыздар болады. Унитаз полностью грое. Мынау кнопканы негізі грояда бөлек сатып алу үшін осы кнопканың өзі 115 000 теңге тұрады. Мынау кнопка. Осы кнопканы бізге серебро қылып берген. Сереброны осындай золотаға боятуға болады. Оны боятып, осылай бүкіл аксессуарларыңызға бірдей қылып жасап кетсеңіз болады. Просто кішкентай деталь 20 000 теңге, 15 000 теңгеге бояйды. Бұны бүкіл ақпараттарын алу үшін төбедегі сілтемеге менің номеріме жазасыз, немесе дайректке жазасыз. Сіздерге толық ақпарат беретін боламыз. Скриндап жіберсеңіздер, барлығы түсіндірілген. Және бізде стиральный машина өзінің островогымен, меха порошок, мынау заттар қойғанға специально полочкалар істеп кеттік. Және мына жерде электрический бізде сушилка. Полностью тоқпен жылайды. Былай қарай былай қосылып тұр. Мына розеткасын бір шетке жинастырып қойдық. Ал мына розетканы алдын ала әдемілеп қараңыздар, кеңіздер. Кішігірім ғана жер қалды. Бет аузыңызды азанда жуынғанға өте ыңғайлы етіп, компактный қылып жасаттық. Розеткаңыз мына жерге қолдансаңыз да болады. Феніңізді, шашыңызды кептіріп, мынандай мына подсветкасы бар, өте әдемі. Екінші, брашкамыз бар. Кішкентай деталь болса да өте әдемі қылып көрсетіп тұр. Ал мына жерде біздің лемарк. Мына жерде адам тұрмағаннан кейін суымыз да сап-сары болып ағып жатыр ғой. Осылай астына заттарыңызды салып, осындай әдемі санузылда Құда қаласа өмір сүресіздер. Ал достар, бұл бізде зал, қонақ бөлмесі, болмаса демалатын, кешкі киноңызды көріп бала шағаңызбен сырласатын бөлме деп те айта аламын. Ал кеттік, өте әдемі шыққан. Қараңыздар. Енді бұл үй 2 бөлме болғаннан кейін бұл жақада бала шағамыздың киімдері, заттары, кітаптары тұрсын деп осындай әдемі шифонер қойып кеттім. Қараңыздар шифонерді. Прям ламинаттан жасалынды мебель. Мына айнаны прям ойдырып салдырдым, чтобы декоративный әдемі шығу үшін, әдемі осыған үйлескен ручканың өзін детально әдемілеп, былай қайырылып тұр ғой. Мынаны да былай қайырып үстіп таңдап қойдым. Бұл үшін де біраз күн, 1 күн, 2 күн жүрдім осы ручканы іздеп, қыздар. Вот қараңыздар. Бала шағаңыз қонақтарыңыздың заттарын іліп, реттеп, көрпе төсектерді жинауға болады. Мен жақсы көрмеймін көрпе төсектің бәрі шашылып жатқан. Осындай жерлерге специально, детально қойып кетем. Жастық, подушка, киімнің барлығын қойсын деп. Осындай әдемі сурмалар қойдық. Бала шағаңызға носкиін, заттарын қойып, ойыншықтарын да жинасаңыздар болады айтпақшы. Біраз нәрсе сыйып кетеді ішіне. Осындай әдемі, қараңыздар. Осы мебельдің сыртына қарасаңыздар, стенаға да осындай декоративный панельдермен осындай әдемі, мынандай қараңыздаршы, латуньмен темірлерді, аксессуарларды жалғастырып кеттік. Енді бұл бізде қонақтарға арналған бөлме болғаннан кейін, болмаса өзінің үйдің егелері демалатын жер болғандан кейін әдемі осындай керемет Эшлидан аяған жоқпыз, қыздар. Эшлидің әдемі диванын алдық. Қараңыздаршы. Өте қымбат, мен арзан зат қоймаймын. Бұл диванның өзі миллионның үстінде тұрады. То скидкамен алдық. Эшлидің диванын қойдық, ТВ зонасын қойдық, телевизорын қойдық. Телевизордың қасына, қараңыздар. Телевизордың қасына осындай екі шетіне центрге телевизорды қойып, екі шетіне осындай сервант сияқты вазалар, декоративный заттар қойғанды мен жақсы көрем. Солай екі сервантны бір шетіне екі есіктік, бір шетіне бір есіктік қылып қойдық. Өте әдемі үйлесім тауып кетті. Мына детальда біз осыған сәйкестендіріп, перденің цветін өзін бронза қылып таңдадық. Бүкіл панельдерімізге осылай жасап, әдемі қылып жасап кеттік.
Бұл жерде де дәл осылай кондиционерге сразу орын қалдырып кеттік. Бұның әр точкасын қалдыру қыздар әрқайсысы 100 000 теңгеден. И шлангалары бар, мынаның барлығын сатып алып, реттеп, розеткаларын да дизайнның барысында барлығын жасап қойып жатырық. Міне осылай розеткасын, кондиционердің точкасын барлығын қойып кеттік. Әдемі диванымызды қойдық. Мына диванды бір шетке былайынан қойып, мына жерге столыңызды қойып, құдағиыңызды, құдалығыңызды күтіп, жайғастырып, қонақ күтсеңіз де болады. Бұны да алатын кезде, вау, үлкен ғой, андай мұндай деген сондай ұсыныстар болды. Жоқ, маған осы таңдау келіп тұр. Өйткені біздің аркамыздың іші квадрат, байқасаңыздар. Сол квадраттың ішіне квадрат люстра өте үйлесім тауып тұр. Өйткені бұл үйде байқасаңыздар, квадрат диван, квадрат сервант, пердеміздің өзі просто минимализм болып тұр. Соның ішіне осы минимализм стиліне мен кішкене классика қылып, кішкене аксессуар ретінде осы бөлменің ішіне вид беру үшін осы люстраны қойдым. Давайте енді қыздар дворды көрсетейін сіздерге. Айтпақшы қыздар, аяқ киімді киіп қойдыңыздар. Ваннаның цветі жанып тұр, қараңыздаршы. Ваннаның цветі жанып тұр. Бралардың барлығы жанып тұр, ұмытып кеттім. Осының барлығын бір-ақ кнопкамен өшіруге болады. Қараңыздар, оны да алдын ала ойластырып кету керек. Қазір мен мынаны басам, мына жері, ванна, барлығы өшеді. Көздеріңізше көрсетейін сіздерге. Бұл нәрсені де ұмытпаңыздар. Аяқ киім шешіп, ана жаққа барып, әр комнатаны өшіріп жүреміз ғой. Шетелге кетіп бара жатсаңыздаршы, аласта өшіріп кетесіз. Бүкіл комната өшеді ғой. Қараңыздар. Рахат па, қыздар. Вообще күшті. Үйлеріңізге келесіздер, тоқ қосасыздар, бүкіл свет жанады. Осылай. Давайте, кеттік дворға. Ал достар, ЖК Альтайрдың дворына шықтық. Ойнайтын алаңы өте әдемі, барлығы балдарға ыңғайлы жасалған. Мына жерде жабық бізде, как беседка, апаларымыз, өзіміз, балаларымызға қарап, шайымызды, кофемізді ішіп қойып, балдарымызға қарап отыратын алаң. Өте әдемі. Айтпақшы достар, бұл жерде сіздер ЖК Альтайрдағы пәтерді алатын болсаңыздар, блогерлермен, әншілермен, Қазақстан эстрадасының жұлдыздарымен көрші боласыздар ғой. Енді қайсы кім екенін айтпай-ақ қойын, көшіп келген кезде білетін боласыз. Ал достар, ЖК Альтайрдағы паркингті көрсетейін сіздерге. ЖК Альтайрда 2 этажный паркинг бар. Қазір бірінші этажын көрсетем. Төбесінде де паркинг бар. Прям машиналарыңыз жаурамайды, күннің ыстығында тұрмайды, қарда тұрмайды. Лифттан шығасыз, үйіңізден түсесіз, автотұрақ паркингке кіріп кетесіздер. Қараңыздар, кіреберістің өзін BI компаниясы қалай әдемілеп жасап қойған. Паркингтің өзінде заттарыңызды, продуктілеріңізді машинамен кіресіздер, әдемі жерлермен тасып үйіңізге қолдана бересіздер. Барлық пәтерлеріңіздің астында осындай паркингтер бар. Пәтердің бағасы бөлек, паркингтің бағасы бөлек. Үй алған кезде әрине әр адамда өзінің жеке паркингі болған жақсы ғой. Осындай жылы, шаң болмайтын, қардың астында тұрмайтын автотұрақта тұрады. Мұны қараңыздар. Еще қыздар мынандай ғой. Достар, мынандай программа орнатып қойған. Осы программамен ашып жаба бересіздер. Қазір маған ашып береді. Ашасыз, шығып кіріп кетесіз. Шығатын кезде ештеңе баспайсыз, кіретін кезде ғана басасыз. Күшті. Ал енді, достар, қалай ұнап жатыр ма? Өте әдемі шыққан ба? Маған ойларыңызды бөлісіп, маған кері байланыс беріп жазып отырыңыздар. Келесі проектілерді, келесі рум турларымды түсіру үшін менде де кішкене не болсын деген ғой, енді сіздердің ойларыңыз маңызды болып тұр. Сұрақтарыңыз болса, қандай дүниелерді талқылайын, қандай жерлерін детально түсірейін, барлығын комментарияда жазып, лайктарыңызды аямай жазып отырыңыздар. Енді осы үйде мен білем сіздердің барлықтарыңызды. Шолпан әпке, мына затты қайдан алдыңыз, мынаны қайдан алдыңыз, пердені қайдан алдыңыз, мынау қандай мата, мына люстра қандай, есікті қайдан алдыңыз деген сияқты сұрақтар өте көп. Сол үшін астындағы сілтемеде астына қалдырған номерге жазыңыздар. Менің инстаграм парақшама тіркеліп, лайктарыңызды басып, дайректке жазып, менімен бірге жақын болыңыздар. Ал келесі проектіде, келесі объектіде кездескенше сау, саламат болыңыздар. Бағасын айтып кетейін сіздерге. Давайте тағы да бір түсіндіріп өтейін.
83 квадрат, распашонка, бизнес класс, 16 этаждық дом, соның 10-шы этажында орналасқан. Полностью мебельмен жабдықталған, ремонт шикарный жасалынған, менің талғамыммен, менің махаббатыммен, бүкіл сантехника, бытовойдың барлығы қойылған. Бағасы 77 миллион, саудасы бар. Ал өз егесін іздеп тұр, әдемі боп келіп, құда қаласа жайғаса қалыңыз.